жаңа енді әлеуметтік мәселелердің біразына қолдау таппау, ол бюджетте тиісті қаражаттың болмауы деп жатырмыз. Сондықтан осы тұрғыда биылғы жылы осы әкелінген бюджет жоспарын қарағанның өзінде де ішінен біраз дүниені үнемдеп, біраз қаржы табуға болатын сияқты. Мысалы, осы тұрғыда сұрағым туризм және спорт министрлігіне, біздің елімізде спортшылардың допингке қарсы зертханасы бар. Оған 2025 жылы 482,8 миллион теңге бөлу жоспарланып отыр. Дей тұрғанмен, допингке қарсы зертхана ашқан кезде оған ВАДАның аккредитациясы керек екенін білеміз. Еліміздегі зертханада ВАДАның аккредитациясы болған. Бірақ 2017 жылдың 30 маусымында ВАДАның аккредиттелген зертхана мәртебесінен айырылып қалған еліміздегі зертхана. Соған қарамастан осы аккредитацияны қайтадан аламыз деп 17 жылдың соңында Ұлттық олимпиада комитеті мен туризм және спорт индустриясын қолдау қоры біздің еліміздегі зертханаға 1,3 миллиард теңгеге құрал жабдық сатып алады. Бірақ ВАДАның аккредитациясын қайтару мүмкін болмайды. Соған қарамастан соңғы 5 жыл ішінде бюджеттен еліміздегі зертхананы ұстауға 1,8 миллиард теңге қаражат бөлінеді. Бірақ ВАДАның аккредитациясы сол күйі қайтарылмайды. Соған қарамастан 25 жылы министрлік аталған зертханаға 482,8 миллион теңге, 26 жылы 483,9 миллион теңге, 27 жылы 483,9 миллион теңге бөлуді жоспарлап отыр. Енді осы жерде заңды сұрақ туады. 7 жыл бойы ВАДАның аккредитациясын қайтару мүмкін болмаса, онда біздің еліміздегі зертханаға бюджет қаржысын бөлуді тоқтату керек шығар. Осыған министрліктің көзқарасын білгім келеді, және ВАДАның аккредиттелген зертхана мәртебесін қайтару мүмкіндігі бар ма, жоқ па? Нақты мерзімі бар ма? Өйткені алдағы жылда 1,5 миллиард теңге береміз, соңғы 5 жылда 1,8 миллиард бердік, құрал жабдыққа 1,3 миллиард бердік. Қыруар қаржы былай қарағанда далаға кетіп жатқан жоқ па деген сұрақ. Рахмет. Туризм және спорт министрлігінің өкілі осында сұраққа жауап беріңіз. Микрофон қосыңыздар. Рахмет, құрметті Нартай Аралбайұлы, құрметті Ерлан Жақанұлы. Жаңа айтып кеткен зертхана 22 жыл істеп жүр, соңғы жылдарда расында да аккредитациялы тартып алды, бірақ біз ол бойынша ВАДАмен бекітілген жол картасы бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Оның нақты қадамдарына тоқталсақ, біріншіден Алматының қақ ортасында оған жаңа ғимарат нетілді, жалға алынды. Неге десеңіз, себебі олар 15 жылдай бұрынғы ескі ғимаратта отырғаннан кейін ВАДАның да бір өзінің нелер болған кедергілері. Сондықтан оны жаңа ғимаратқа ауыстырдық. Екіншіден, өзіңіз айтып кеткендей, Ұлттық олимпиада комитетінің бірлесіп біз осы ғимаратқа жаңадан құрал жабдықтарды сатып алдық. Ол екінші қадам. Үшіншіден, неміс ДАКС деген аккредитациялық орталығынан біз 10 шешімін қабылдап, сол жерден лицензиясын алдық. Ол лицензия бізге қан және несіп алуға рұқсат беріп жатыр, спорттан тыс. Сондықтан енді былай жалпы айтсақ, нақты айтсақ, осы жол картасының 90% атқарылды. Енді ВАДАның жол картасының бекітілген мерзімі 25 жылы аккредитацияны беру, егер де біз оның бәрін орындасақ. Сондықтан осы жаңа айтып кеткен қаражат өте маңызды, керек. Жалпы ол жерде тек қана 22 адам жұмыс істейді, олар бәрі ғылым жұмысшылары. Орташа жалақысы 300 мыңдай теңге алады. Сондықтан қазіргі уақытта олар жай отырмай өзінің ғылыми зерттеулерін жасап жатыр. Мысалы, 24 жылға денсаулық сақтау министрлігінің грантын ұтып, 12 миллион теңге алып, қан талдауын жасады. Сондықтан мына спорттан тыс зерттеулерді жасауға мүмкіндігі бар. Мысалы, ішкі істер министрлігінің психотроптық, улылар, наркотиктарды, соларды тексеруге де, зерттеуге де мүмкіндігі ВАДАның аккредитацияны алғаннан кейін болады. Сондықтан біз оны перспективтік жоспарда есептегенде 250 миллион теңге табыс етеді. Сондықтан ВАДАның аккредитацияны алғаннан кейін бюджеттің қаражатын... Кешіріңіз, сізге нақты екі сұрақ қойылды. Жұмыс қашан аяқталады деді жаңа, және зертхана үшін аккредитация қашан болады деді. Солай ғой, Нартай Аралбайұлы? Соған нақты жауап берсеңізші. 25 жылы Ерлан Жақанұлы ВАДАның бекітілген жол картасы бойынша бізде жоспарланып тұр аккредитациясын қайтару, және де оны біз жасаймыз толықпен. Болды.